Кітапханалық өлкетану, мәңгілік руханият бастауы. Осындай атаумен Шырайлы Шыңғырлауда аймақтық семинар өткізілді. Облыстық аудандық кітапханалар мен рухани жаңғыру жобалық кеңсесінің мамандары алдағы мақсат міндеттерді пысықтады. Семинар екі кезеңді қамтыды. Пленарлық отырыста мамандар жаңа бастамалармен бөлісті. Мәселен, әр кітапханада өңіріміздің киелі жерлері мен көне нысандары туралы ақпараттық база жасақтау ұсынылды. Сондай-ақ жиында Шыңғырлау орталық кітапханалар жүйесінің сайты таныстырылды. Жоба оқырмандарға көрсетілетін қызмет сапасын арттыруға бағытталған. Бұл семинардың біз сияқты жас мамандарға берер тәжірибесі өте мол. Себебі аймақтардан келген әріптестерімізбен ой тәжірибе алмасып, болашақ жұмыстарымызға жаңа идея мен креативтік идеялар алудамыз. Семинар кейін аудандық тарихи өлкетану музейінде жалғасты. Мұражайда жер тарихы, ел тарихы атауымен экспресс шолу жасалып, тарихқа тұнған туған өлкем тақырыбындағы библиограф зертханасының жұмысы қорытындыланды. Туған жер жобасы аясында атқарылып жатқан көптеген жұмыстар туралы өздерінің ойларын айтып, жаңағы аудан кітапханашыларымен бөліскен болатын. Енді қазіргі кітапханамен, бұрынғы кітапханамен қазіргі кітапхананың жұмысын бірдей деп айта алмайсың. Өте алға кетіп қалды. Көптеген жұмыстар онлайндық режимде өтіп жатады. Интернет бұл жерде, коворкинг орталықтар ашылып, кітапханалар сондай үлкен дәрежеде жұмыс жасап жатыр. Жиынға өңірдегі барлық кітапхананың өкілдері қатысып, тәжірибелерін жетілдірді. Семинар соңында үздік оқырмандар марапатталды. Еркебұлан Смадияров, Асу Айбатыр, Айдос Қисымов, Ақ Жайық арнасы.